Елімізде өндірілген мұнайдың 63 миллион тоннасы шет мемлекеттерге экспортталады. Бұл туралы бүгін мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев мәлімдеді. Қазақстан мұнайының 29 миллион тоннасы Каспий құбыры консорциум арқылы Еуропасы, 11 миллион тоннасы Қытайға сатылмақ. Атырау-Самара арқылы 15 миллион тонна мұнай, ал Ақтау теңіз порты арқылы 8 миллион тонна экспортталады деп жоспарланған. Сондай-ақ министр Қазақстан тарапына пайда әкелетін өзге де келіссөздердің жүргізіліп жатқанын тілге тиек етті. Теңіз жобасын айтатын болсам, оны қазір акционерлер қарастырып жатыр. Бұл күндері министрлік акционерлердің нақты бір шешім қабылдап, бақылау комиссиясында талқылауын күтіп отыр. Алдын ала болжамдар бойынша бұл Қазақстан үшін де, шетелдік әріптестеріміз үшін де қолайлы болмақ. Мұндай мәлімдемені Сауат Мыңбаев 7-ші Еуразиялық Қазэнерджи форумында жасады. Айта кетейік, форумның биылғы тақырыбы тек энергетика саласына арналған. Оған шетелдік ірі компанияның өкілдерімен қатар Испанияның премьер-министрі мен Болгария президенті де қатысуда. Дәл осы форумға қатысушы 50-ден астам компаниялардың бірі Петро Қазақстан компаниясы қоршаған ортаның тазалығын сақтауға ерекше көңіл бөлуде. Олар өткен жылы осы саладағы алтын парыз жүлдесін жеңіп алған болатын. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде жұмыс істеп жатқан Петро Қазақстан компаниясы жерасты байлығын жан-жақты өңдеп, оны түрлі игіліктерге жаратып жүрген бірден-бір мекеме. Мәселен, олар мұнай қалдықтарынан табиғи газ ғана емес, басқа да өнімдер өндіріп жатыр екен. Біз табиғатты қорғаумен ғана айналысып жатқан жоқпыз. Инновациялық жаңалықтар ашуға да аса қызығушылықпен қараймыз. Мәселен, өндірілген газдың 95%-ын қайта өңдеуге жіберіп, оннан электр энергиясын аламыз және оны Шымкенттегі зауыттарымыздың жұмысына пайдаланамыз. Петро Қазақстан компаниясының басшылары бүгінгі жиында шетелдік мамандармен экология төңірегінде пікір алмасып, озық үлгілерді ортақ талқылады. Үлкен мақсатымыз жерімізді сол келешек балаларға, ұрпақтарға қалай сақтаймыз, қалай қалдырамыз, үлгі көрсетуіміз керек деп, сол бәріміз кездесіп, сол ақылдасып, ойласып, сол бір шешімге келе шығарымыз деп ойлап отырмыз. Айта кетейік, Петро Қазақстан компаниясы бүгінде тек табиғаттың ғана емес, әлеуметтік аз қамсыздандырылған отбасылардың да жанашыры. Мәселен, олар мұқтаж жандарды қолдау мақсатында жыл сайын $10 миллионға жуық доллар шығындайды екен.